Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Біздің бүгінгі тақырыбымыз қазақтың қаһарман ұлы. Слово «кахарман» означает «отважный». Қазақтың қаһарман ұлы, значит, тема сегодняшнего урока – «Отважный сын казахского народа». Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері, новые слова урока. Қаһарман, отважный, ою, орнамент. Кәнеки балақай тағы бір рет қайталайық. Давай повторим еще раз. Қаһарман, отважный, ою, орнамент. Жарайсың, балақай. Және де, балақай, бізде сабағымызда оқы қайтала тапсырмасы бар. То есть прочитай и повтори. Бауыржан Момышұлының ескерткіші Астана. То есть ескерткіші памятник Бауыржана Момышұлы в городе Астана. Бауыржан Момышұлының отбасы, то есть семья Бауыржана Момышұлы. Және де Бауыржан Момышұлының мұражайы, то есть музей Бауыржана Момышұлы. Все это ты можешь увидеть на этих рисунках. Кәнеки балақай тағы бір рет қайталайық. Давай еще раз повторим. Бауыржан Момышұлының ескерткіші Астана. Бауыржан Момышұлының отбасы. Бауыржан Момышұлының мұражайы. Мұражайы, то есть музей Бауыржана Момышұлы. Жарайсың, балақай. Осымен, балақай, біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта, балақай, сен қаһарман, ою сөздермен таныстың. Және де бұл суреттерден Бауыржан Момышұлының ескерткішін, оның отбасын және осы суреттерден мұражайды көрдің және білдің. То есть на сегодняшнем уроке ты познакомился с такими новыми словами, как отважный и орнамент, который переводится как қаһарман, ою. А также ты сегодня на уроке увидел на рисунках памятник Бауыржана Момышұлы, его семью, а также музей Бауыржана Момышұлы. Жарайсың, балақай. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше.